Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Көбі жазып жатыр. Бәрі мессенджерде, WhatsApp-тан да жазып жатыр. Ана Талдықарғандағы оқиға туралы неге ештеңе демейсің деп. Осындай рилс жазайын дедім, көп ойландым. Біріншіден марқұм ана жас баланың отбасына көңіл айтайын деп едім. Топырақ торқа болсын, иманды болсын. Оның себептері көп, негізі. Глобально қарасаң, өйткені даладағы балалар дейді, братва дейді біреу. Бұрын болған әлі күнге дейін бар. Біздің кезімізде кішкене шарттар болатығын бұзбайтын. Қазір әрине ондай болмай тұр, но беспредел. Оның себептері қандай? Бұл даладағы балаларды кім бақылайды? Олардың үстінде кім тұр? Өмірі бойы даланы, көшенің балалары дейді, басқаша айтқанда, қазақтар бақылайды. Қазір оның ең үстінде тұрған қазақ емес, басқа ұлт. Ол кейбір адамдарды, үлкен билікте жүрген адамдарды билейді. Бізде қашан басқа ұлт билеп еді қазақта. Осындай сұмдық болып жатыр негізі. Тағы бір уақыт келгенде жақсылап отырып аттарын айтып беремін. Билікте кім соның қолында жүрген. Осыған да жеттік. Дала арқылы, билік арқылы, кейбір адамдар, билікте жүрген адамдар арқылы бізді билеп отырған, осындай беспределге жеткізіп отырған қазақ емес, басқа ұлт. Ассалаумағалейкум.